Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жұмсақ болып пісетін пирожки дайындаймыз. Ең алдымен 2 стакан жылы айран, 1 стакан жылы сұйық май, 5-6 стакан ұн, 2 ас қасық қант, 8 грамм дрожжи және шым-шым тұз қосып араластырамыз. Қажет болса тағы ұн қосамыз. Араластырамыз. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап 20 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді 2-ге бөлеміз. Салмасына қалаған заттарыңызды салуға болады. Менде бұл картоп. Пирожкидің үстін жұмыртқаның сарысымен жағып шығамыз. Үстіне күнжіт себеміз. Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Өз пештеріңізге қарай қызырғанша пісіресіздер. Міне пирожкиіміз дайын болды. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!